Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қызық Clashers Creative Injury кланы. Бүгінгі видеода мен сіздерге керемет бір КВ жайында айтқым келіп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен біздің жігіттер кланындамын. Бұл клан қарайтын болсақ, Қазақстан бойынша топ кландардың бірі, екінші орында тұр. Бұл кланда болуымның себебі керемет бір КВ өтіпті, сол жайында сіздерге айтқым келіп тұр. Ал біз бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде біздің жігіттер қырғыз әскерлері кланына қарсы глобал КВ ойнаған болатын. Қарайтын болсақ, қырғыз әскерлері мінекей КВ басталмас бұрын бұл жерде. КВ басталмас бұрын қырғыз әскерлері кланында мынадай бір шапка болған. Ассалаумағалейкум қазақ туғандар, біз сіздерді ұтамыз депті. Ал КВ нәтижесін қарайтын болсақ, счет 72-72, бірақ та егер біз А войне дегенді басып қарайтын болсақ, бұл жерде кімнің жеңгені көрініп тұр. Біздің жігіттер Қазақстан кланы достар. Қызы топ клан 30-ға 30 ТХ 13 соғысқан болатын. Сонымен қатар біздің жігіттерде астыңғы базалары слабый болған. То есть ТХ 10, ТХ 11 болған. Қарайық. Мінекей ТХ 10 вообще 10 деген. И қалай қырғыз әскерлерін ұстап берген, мен вообще түсінбедім. Мінекей 29-да вообще ТХ 11. Одан кейін қарайтын болсақ, уже ТХ 12 басталған. Ары қарай кете береді, сол сияқты. ТХ 12. Ал біз енді қарсыласты қарайтын болса, қырғыз әскерлерін. Мінекей 30 номер. Не? ТХ 13 дейді. Ну нафиг. Бұлай тағы ұстайық. Тағы да ТХ 13. И ары қарай уже ТХ 12 кетті. Ну, енді ратуша жағынан мықты демесек, біздің ратушаға қарағанда. Әрине бұларда атака санында көп болатын ТХ 13-терден. Мінекей уже 26-да уже ТХ 13 басталып кеткен. Ары қарай бәрі ТХ 13. Ал бізді қарайтын болсақ, мына жерде біз көрдік, және 27-ні ТХ 12 екенін, ал 26-ны қараймыз, тоже ТХ 12. Ары қарай көтерілетін болсақ, уже ТХ 13 кеткен. Вроде енді нормально. Разница бір 4 аккаунттағы, 4 аккаунт мықты болып тұрғы. Соған қарамастан, достар, біздің жігіттер кланы жеңіске жеткен. Құттықтаймыз. Ал қырғыз әскерлеріне келесі ойындарына сәттілік тілейміз. Біз атакалар санына қарайтын боламыз. Бұл жерде қарайтын болсақ, мінекей 14-ші нөмірге жасик жасаған екен. Гибрид, кәдімгі тактика, үйреніп қалған тактикалардың бірі. 2 стена боялынған, және де мына жерде қарсылас корольді және де королеваны шетке қойып қойған екен. Бұл ең бір қате істердің бірі, өйткені бұны бір гигант және де 2 охотница арқылы алып кетсе болады, достар. Сіздерге есте болсын, лайфхак. Біздің королева әлі келе жатыр, қазір жоғары қарай кіретін болады. Бомбер арқылы мына жерде тұрған кедергі жасап тұрған дефтарды сындыратын болады. Мінекей бірінші бомбер қолданылуда, бір шар қара бомбаны тексерілуге, және де
биринчи ярыс лактырылууда. Оп оңай өлтүрүп тастады мына жерде королева, және де ят клан каслдан дракончиктер шыққан екен, және де пламенный дракончикпен бір ледяной голем шығып жатыр достар. Біздің королева әлі тірі қазір. Мынадай бір база өзі бір 4-5 бөлікке бөлінген екен. Ал маг тазалауға жіберілуде мына жақ жаннан уже. Екінші ярыс түрі лақтырылу керек мына жерде. Дұрыс лақтырылмады мына жерде. Осадный казарма Мартиораға түсіп қалды, және де қазір уақытынан бұрын осадный казарма ашылып кететін болады. Көп күттірмей жоғары жақтан атака басталуда. Кабан және де шахтерлар Варденмен қоса бірге жіберілуде. Бірінші бомбаға түсіп қалды. Аскерлер әлі тірі дегендей. Бірінші хил және де клан каслдан хоктар тура уақытында шыққан екен бұл жерде. Бір ярыс түзі ең соңғы ярыс лақтырылуда. Ратуша маңына жақындағанда әскерлер. Осылай әдемі жасалған трешкалардың бірі, және де 2 мароз алынған екен. Ол әлі қолданылмауда. Мінеки сингл инфернаға 1 мароз лақтырылды. Бұл жерде марозды бейтіп лақтырмайды алып қалса болатын еді. Және де чемпионка күші басылуда. Әдемі жасалған атака достар. Ал біз келесі біздің атакаға көшеміз. Келесі атакалардың бірі 18-ші нөмірге жасалған атака. Бұл жерде Азик Азимов деген жігіт жасаған екен. Көп кездесетін танымал базалардың бірі. Бұны 5 хилка және де 9 ети сонымен қатар 8 боулер арқылы жапқан екен. Барлық әскерлер ратуша маңынан сразу бірге жіберілді. Ал қарсыластың клан каслында 3 пламенный дракончик және де қазір Варденның күші басылатын болады. Ратуша жарылды, сонда да Варден күші басылмаған. Мына жерде зачистка дұрыс тазаланбаған болса да енді трешка алынған екен бұл жерде. Барлығы ұйымдастырылып қойған екен. Мына жерде королева біздің өзі жалғыз тряскамен ашылған жерден кіруде. Қызық атакалардың бірі, қараңыздар, қалай мынаны трешка қалып кеткен. Ақылға сыймайтын нәрсе ғой мынау. Базар. Бір решающий моменттерде осылай атака жасасаң бір трешка шықпай қойады ғой. Мынадай кезде шығып кетеді, осындай кезде әйтеуір бір алып кетеді әйтеуір. Бұйырған екен бұл базаға трешка кету. 4x-пен көріп жіберейік, енді айналдырып қандай уақыт мынау уақыт жеткенін айтсаңызшы. Уақыт деген зымырап өтеді ғой. Өтеді де кетеді ғой. Ал біз келесі біздің атакаға көшеміз. Келесі 20-ші нөмірге предатордың жасауында ең танымал базалардың бірі мынадай остров базалар. Осыны қалай алу керек қазір сіздерге көрсететін болады. Бірінші бұл жерде осадный казарма бұл жерде түсіп қалған екен сингл инфернаға. Жақта бұл бізге 3 жұлдыз алуға ешқандай кедергі жасалмаған. Бір мароз лақтырылу арқылы сингл инфернаны үзіп тастады. Ал мақтар ортаға қарай кіруде. Бір бұрышты тазалап алғаннан кейін уже король королева мен қарсыластың клан каслын өлтіруде. Қаншама урон кетіп жатыр мына жерде, қазір швырятельдер ататын болады. Ал біздің клан каслдан 2 ети және де 1 валька оң жақ қапталды тазалауда. Мына жерде ят дұрыс лақтырылмай қалыпты, сонда да
ведьмаларды өлтірген екен. Корольдің болғаны қандай жақсы мына жерде. Көп күттірмей атака басталуда. Барлығы ратушаның маңынан жіберілуде. Және де бұл қызық тактика. Қараңыздаршы, нені ести гибрид плюс мыш, гибрид плюс мыш дей ма? Ё-моё, мен мұндай атаканы көрмеппін өлсем де. Қызыққа толы КВ болыпты енді мынау. Не деген тактика мынау. Базар жоқ. Базар жоқ, ойлап тауыпты атаканы. Мықты қараңыздар қалай алып тастаған 3 жылдызға. Керемет қайда. Өте әдемі ұйымдастырылған. Және де чистильщикқа мараз лақтырылуда. Керемет атака, базар жоқ. Келесі біздің атакаға көшеміз. Біздің жігіттердің орындауында, Еріктің орындауында 21-ші нөмірге жасалған база. Әрине бұндай антидушка базаларды, конечно же, етимен жапқан дұрыс. Мінекей бір жақ жаннан кіруде. Қазір квина арқылы кіреді екен. Әр түрлі тәсілмен кірсе болады. Кейбір адамдар Варденға үйреніп қалған. Варденмен кіреді. Кейбір адамдар королевамен кіріп жатады. Мына жерде қызық ойластырылған екен. Хилкалар сонымен қатар кетіп қалды. Солай ойлап едім, өзі де кетіп қалады деп. Мен тактикаларын түсіндім. Бұл кланның бір жағынан етимен кіреді екенді, ал екінші жағынан Квин Хилмен жеке кіреді екен. Қызық, өте керемет ойластырылған тактикалардың бірі, достар. Қызыққа толы КВ болыпты. Шынымен не деген керемет атакалар бұл. Әдемі атака. Мен көрмеген атакалар мынау. Атака ойластырылу жағы енді керемет жоғары дәрежеде екен. Мына тактиканы қолданып көру керек екен, достар. Мен уже бірінші рет көргенде мынау қателік шығар деп ойлап едім, бірақ өзі солай ұйымдастырылған тактика екен бұл. Әдемі. Ал біз келесі атакаға көшеміз. Тағы да қандай қызық атакалар бар екен. Саурдың орындауында 23-ші нөмірдегі базаға жасалған екен. Қарап тұрсақ бұл жерде мышпен жапқан екен. 7 ети, 9 боулер, 1 ледяной голем, және де Варден арқылы кіретін шығар деген ойдамын. Жоқ, бір жақ жанды тазалауда ети және де дракончик арқылы. Ал король жоғары жақтан төменге қарай, жоғары қарай тазалап бара жатыр. Бір маг көмектесуге жіберілген екен, бірақ ол өліп қалыпты. Квин Хилмен басталды тағы да атака. Қазір Квина ордаға кіретін сияқты, Мінекей, қазір әскерге қосылу керек, әскерге қосылуда, және де таран жіберілген екен, таран жота кеш жіберіліп қалған сияқты. Қазір бірінші ярыс лақтырылу керек, бірінші ярыс, және де Варден күшін басу керек мына жерде. Мен ертерек басатын едім енді. Қандай жолы болды ма дейм, мына жерде 3 ледяной голем шыққан екен. Қазір морозить етеді бәрін.
морозда тұрып қалды. Әскерлер, көп әскер тірі қалды. Мына жақта оң жақ қапталдан жоғары қарай көтерілетін болады қазір. Әлі бізде не бар екен ғой? Мына жерде мыштар бар екен әлі. Ең соңынан да лақтырылып жатыр. Бұл жерде лақтырмай қойса да болатын еді мышты, өйткені трешка екені көрініп тұр. Мына үшеуін ең соңынан лақтырасы да болатын еді, былайынан айналдырып. Ал енді бүгінгі КВ-ның ең соңғы атакалардың бірін көрсетіп жіберейін достар сіздерге. Мына жерде 24-ші нөмірге жасалған атака Мұхтардың орындауында 16 шахтер және де 14 кабан арқылы жасалған екен. Бір бомбер жіберілуде, артынан королева ортаға қарай кіретін болады. Мынадай бір кеңінен таралған базалардың бірі. Екінші бомбер жіберілуде, екінші заборды сындыруға, керемет ұйымдастырылған атакалардың бірі екен. Үшінші бомбер кетті достар, қараңыздар. What the fuck де. Керемет. Екінші жақтан әскер уже кіруде. Кабан шахтерлар кіріп келе жатыр. Клан Кастлға уже бірінші рет жасалған сияқты, не екенін біліп алғаннан кейін қорықпай кіріп жатыр. Сонда да мына жерде чемпионка лаваны жарып тастайды. Бұлай кірген кезде бәріміз білеміз енді. Қазір бір ят осыған арналады. Ят лақтырылуда. Ал мына жерде вардың күші басылуда, және де кім сындырады, ратушаны кім сындырады екен, мына сұрақ болып тұрғаны маған. Чемпионка өзі сындырып тастаған сияқты. Ал қалған базаны Квина өзі жалғыз сындырады. Не деген уақыт деймін да, мынау қаншама уақыт қалған достар, қараңыздар. Біз жазсақ осы, мен жазсам осы уақыт жетпей қалды всегда. Бүгінгі КВ-да өзі 3 атаканы бір базаға құрттым. Еще уақыт жетпей қалады. Әдемі достар, мына жерде атака деген өте көп екен. Әлі 5-6 атака көрсетсе болады, бірақ осымен жетер деп ойлаймын. Бастапқы керемет атакаларды көрсеттім, 6 штугын көрсеткен екен. Ал енді достар, қош, сау, саламатта болып тұрайық. Сіздермен бірге болған KZ Clashers Creative Injury кланы. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Қош, сау, саламатта болайық.